Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі ерекше болып шығатын чизкейк дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіз. Және ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ендеше ең әуелі жұмсақ сары майға қант қосамыз және бір жұмыртқа қосып, шанышқымен барлығын жақсылап араластырамыз. Миксермен де араластырып алсаңыз болады. Менің сары майым өте жып-жұмсақ, бөлме температурасында тұрған сары май болғандықтан мен миксерді қажет етпедім. Мінекей осылай езіп алғаннан кейін араластырып, қопсытқыш және ұн саламыз. Барлығының мөлшерін видеоның астындағы описаниеге жазып қалдырып кететін боламын. Ұнның барлығын бірден қосып жібермеңіз, қамырыңыздың ыңғайына қарай 2-ге не 3-ке бөліп қоссаңыз болады. Бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Енді осы қамырды арнайы формаға жұқалап жазып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Мен чизкейктің жанындағы қамырлары өте қатты қалың болғанын ұнатпаймын. Сол себепті осылай шанышқымен жұқартып тегістеп алатын боламын. Мінекей осымен біздің чизкейкіміздің қамыры дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге 2 жұмыртқа, қант және де қаймақ, қалауыңызша ванилин қоссаңыз да болады, өте дәмді болып шығады. Енді осылардың барлығын блендермен жақсылап езіп, бір тегіс етіп дайындап алатын боламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді дәл осы салманы 2-ге бөлеміз. Бір бөлігіне кез келген жидек түрін қоссаңыз болады. Менде қарақат, малина, клубника болсын, вишня болсын. Менде осындай қатырылған қарақат. Енді осыны тағы да блендермен жақсылап еземін. Сонда әдемі түсі шығады, әдемі дәм беретін болады. Жаңа айтқандай кез келген жидек түрін қолдансаңыз болады. Енді қамырымыздың үстінен дәл видеодағыдай салмамызды құйып шығатын боламыз. Дәл зебра пирог сияқты бірінші қызғылт түсті салманы, одан кейін ақшыл түсті, одан кейін қызғылт. Осылай соңына дейін кезекпен құйып шығатын боламыз. Жалпы чизкейктің жасалу жолы өте оп-оңай, қарапайым. Барлығын құйып алғаннан кейін тіс шұқығыштың көмегімен осылай өрнектер салып шықсаңыз болады. Өте әдемі болып пісіп шығатын болады. Және осы уақытта алдын ала пешті қыздырып қоямыз. Міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста біздің чизкейкіміздің жан-жағындағы қамырлар қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің чизкейкіміз пештен шықты. Ыстық кезінде формасынан шешуге болмайды. Мінекей көрдіңіздер ме, осылай былқылдап тұрады ыстық кезінде. Міндетті түрде 2-3 сағат көлемінде толықтай суытып алыңыз. Содан кейін барып формасынан шешіп, дәмін тата берсеңіздер болады. Формасын шешкеннен кейін де негізі 1-2 сағат тоңазытқышқа салып қойсаңыз, чизкейкіңіздің салмасы біркелкі кесіліп, одан сайын дәмді бола түседі. Мінекей осымен біздің осылай оп-оңай жолмен дайындалатын әдемі әрі дәмді болып пісіп шығатын чизкейкіміз дайын. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Себебі 100% дәл шығатынына сенімдімін. Ас болсын.